Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебінің география пәні мұғалімі Жапақова Рабиға Жанибекқызы. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы топырақтың экологиялық проблемалары. Оқу мақсаты топырақтың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады. Сіздің меңгеретініңіз топырақтың экологиялық проблемаларын анықтаймыз, топырақ жамылғысының бұзылу себептерін талдаймыз. Оқушылар, өткен сабақты еске түсірейік. Топырақтану ғылымының негізін қалаған кім? Ойланайық. Орыс ғалымы Докучаев. Топырақ түзуші факторларға нелер жатады? Су, ауа, жылу, тірі ағзалар. Топырақ қасиетіне қарай нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыздар, екіге бөлінеді. Құрылымды және құрылымы жоқ топырақ болып. Топырақтың тозуы. Топырақтың қасиетіне адамның әрекеті тікелей әсер етеді. Атмосфераға келіп түсетін түрлі улы заттар негізінен өнеркәсіптің түтін шығаратын мұражайларынан келеді. Олар үлкен ара қашықтықтарға ауаға тарайды және өсімдіктерді, жануарлар мен топырақтарды уландырады. Уыттар да жерге адамзат баласы күннен күнге көптеп өндіріп жатқан ағын сулар мен қоқыстардан түседі. Бұл заттар жерге түсетін тағы бір әдіс егістіктерде тыңайтқыштар мен пестицидтерді себу. Топырақ бұл улы заттарды өзіне сіңіретін табиғи фильтр ретінде әрекет етеді. Жерде бактериялар мен түрлі уақ саңырауқұлақтар сияқты микроағзалар бұл уыттарды түгелдей емес, жарым-жартылай бұзады. Кейбір уыттар топырақта қалып қояды, кейбіреулері өсімдіктер мен минералды қоспалар түрінде өздеріне сіңіретін жер асты су қорларына барып ағып түседі. Топырақ эрозиясы дегеніміз латынша желіну. Топырақтың беткі ұнтақталған құнарлы қабатының жел күшімен немесе су ағынының шайуы салдарынан құнарының азаюы. Эрозияның болу себептері: жерді жыртуда, тыңайтқыштарды аса көп пайдалануда, мал жайылымдарында, суаруда, ормандардағы ағаштарды кесуде кездеседі екен. Топырақ эрозиясы екіге бөлінеді. Жел эрозиясы, су эрозиясы болып. Жел эрозиясының өзі шаңды дауылдар, күнделікті жел эрозиясы болып бөлінеді. Су эрозиясы, су тасқын апаты, беттік эрозиялар, жыралық эрозиялар болып бөлінеді. Жел эрозиясы кез келген топырақ типінде кездесіп, жел күшімен топырақтың беткі қабатының кейде өсіп тұрған өсімдігімен бірге басқа жаққа ұшырып әкетуі. Су эрозиясы қатты нөсерлеп жауған жаңбырдан немесе қыста мол жиналған қардың тез еруі нәтижесінде пайда болады. Жердің экологиялық ахуалының және ауыл шаруашылығы өнімдерінің кенеттен нашарлауына әкеліп соқты. Пестицидтер мәдени өсімдіктерді зиянкестерден, паразиттерден, арамшөптерден, аурулардан және микроорганизмдерден қорғау үшін қолданылатын барлық химиялық қосылыстар. Пестицидтерді пайдалану ауыл шаруашылық өнімдерінің 18-20% сақтайды. Қазіргі кезде оларды көп қолданылатын болғандықтан биосфера мен адамдарға зияны тиіп жатыр. Оларды пайдаланбай өнім алуға мүмкіндік жоқ, себебі зиянкестер өте көбейіп кетті. Оқушылар, тапсырма орындайық. Топырақтың экологиялық проблемалары мен сипаттамаларын сәйкестендіріңіз. Сіздердің жауаптарыңыз осылай болғанына сенімдімін. Топырақты қорғау және сақтау кезінде рекультивация жұмыстары жүргізіледі. Бүлінген жерлердің құнарлығын қайта қалпына келтіріп, оны халық шаруашылығына пайдалануға беру және қоршаған ортаны жақсарту үшін жүргізілетін кешенді жұмысты айтамыз. Оқушылар, тақырыпқа байланысты тәжірибе жұмысын жасап көрейік. Бізге қажетті заттар: үлкен ақ қағаз, тамызғыш,
яғни пипетка. 1-2 қасық топырақ қажет болады. Үлкен ақ қағаздың үстіне 1-2 қасық топырақты салып, тамызғыштағы сумен жоғарыда тұрып су жібереміз. Оқушылар, жоспар бойынша талдау жүргізейік. Бірінші, топырақтың эрозиясына қай түріне жататынын анықтайсыздар. Екінші, тәжірибе барысында қандай өзгерістер болды. Үшінші, шешу жолдарын жазыңыздар. Жылдан жылға уақыт өтіп, жаңа технологиялардың дамуымен табиғатқа адамзаттың тигізетін зардабы зор. Алайда мәлімет алдық. Ой түйдік, жер ананы қорғаймыз.